Құрметті қазақтар. Құрметті қазақтар. Қай жерде өмір сүресіңдер, ұмытпаңдар. Мен орысша міне, сендер үйрену қиын дейсіңдер қазақ тілін ше, мен Сергей жай таза сөйлеп отыр ғой, айтсаңдаршы. Айтшы бірдеңе дейсің. Не айтамын, өзін қазақтар өзін ойлаңдар. Адамдар нациямен бөлмеу керек қой. Иә. Ол нацияға байланысты емес, ұлтқа байланысты емес. Қазақстан Республикасында тұрғаннан кейін әр қазақ тілін білу міндетті. Міне Сергей білем дейді қазақ. Міне өзін ұмытпаңдар, қай жерде тұрасыңдар. Біздің отаным ғой, дұрыс емес па? Дұрыс қой, сол ғой. Давай айтам, үйреніңдер қазақтар. Орыс тілі, қазақ тілі қиын демей. Сылтау оның бәрі. Мен жаңа жолдан Сергей деген жігіт алып кеттім. Майоқтан қалаға қарай. Жолдың бойында тұр екен. Тоқтап жаңағы есікті ашып сөйтіп отыр едім. Здрасте дейді, амандасып отыр. Мен оның орысша амандасқанын қарамай ассалаумағалейкум деп амандасты. Одан кейін барып уалейкум сәлем деп, ол да қазақша амандасып отыр. Қайда барасыз дейді, мен қалаға барамын деді. Міне. Егер де мен онымен орысша амандасқанда, мен оны қазақша білетіндігін білмей кететін. Апарып тастаймын, орысша сөйлеймін жолшы үшін. Кетіп қалшы. Әрқашанда қазақша амандасып, қазақша сөйлеп жүру керекпіз. Өзіміз мүмкіндік беріп қоямыз сол. Орыстарға орысша сөйлетіп. Егер де әрқайсымыз қазақша амандасып, қазақша сөйлейтін болсақ, олардың қазақшасын үйренетін еді. Рысқұлдық санадан айырылатын уақыт жетті ғой. Тәуелсіздігімізді алғанымызға 30 жыл болды. Әр қазақ өзінен бастау керек деп ойлаймын. Сол айттым келген. Сергей айтып тұр ғой, қайда жүргенді ұмытпаңдар деп. Бұл Қазақстанның жері, қазақтардың жері. Қазақтардың жерінде жүргеннен кейін әр қазақстандық, әр орысың болсын, шешенің болсын, басқасы болсын, қазақ тілін білу міндетті. Сол Сергей бір-ақ жылдың ішінде үйреніп алған. Түк қиындығы жоқ дейді, маған ауыр болған жоқ. Білмеймін, үйрене алмаймын, қиын дегендерге айтарым, сылтау. Барып тұрған сылтау. Әсіресе анау өзіміздің қазақтар өз тілдеріңді құрметтеп қазақша сөйлей отырсыңдар. Ұят, білмегендерің ұят қазақ тілін білмеген. Сергейге қарап ұялсаңдар, сендерге қарап мен ішім ашиды.